Алдыңғы бөлімде көргендеріңіздей Әлихан Батырдың әпкесі Аяна мен ағасы Омарды айдаһар алып кеткен болатын. Оны құтқару үшін Әлихан Батыр жолға шығып, алдындағы кедергілердің бәрін өтіп, ескі тұрған ғимаратқа келген болатын. Сол ғимараттың ішіне кіріп көреді. Оның сәл осылай демалуға отқаны жоқ еді. Таң ата қайта жолға шығады. Жол жөнекей келе жатып, алдында тұрған үйлерді көреді. Үйлерге жақындай берген кезде ішінен құбыжықтар шығады. Құбыжықтар Садақ мен атқылайды. Алайда оған ілмеген құбыжықтарды тағы да атады. Садақпен қиын болғандықтан өзінің семсерін шығарады. Семсерімен оларды өлтіре бастайды. Арасынан бір құбыжық орманға қарай қашып кетеді. Сөйтіп алға қарай жүре бастайды. Жүріп келе жатып орманның ішінен белгісіз бір дракон шығады. Онымен соғыса жөнеледі. Сөйтіп оны да басын шауып тастайды. Келе жатып түн болады. Шаршаған Әлихан Аянаны қайдан іздерін білмей біраз қиналады. Сөйтіп алдында тұрған бір үңгірді көреді. Үңгірдің іші қараңғы болғандықтан шам жағып қарайды. Сөйтсе Омар мен Аяна байланып жатыр екен. Жоғары жақта айдаһарлар жүр екен. Айдаһарлармен соғыса жөнеледі. Құбыжықтарды өлтіріп тастағаннан кейін Аяна мен Омарды құтқарып алады. Сөйтіп үйге қайтады. Үйге қайтпастан бұрын үңгірдің ішінде қалған құбыжықтарды өлтіріп тастау үшін үңгірдің ішіне жанармай лақтырып от жағады. Сөйтіп үйге аман-есен қайтып келеді. Осымен Әлихан Батыр ертегі аяқталды.